Әр кітап бір әлем сырға толы. Сол әлемге жол ашар мектеп қоры. Бір кітапты бірге оқып ой бөлісіп, арманымыз биіктейді көңіл толып. Ұжым болып білімге қанат қағып, жетелейді әр қадам білім отын жағып. Ой бөлісіп, біргесіп әрбіріміз, болашаққа бірге нық сенім артып. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Мен Аканаева Ұлболсын Сериковна, Батыс Қазақстан облысы Орал қаласындағы номер 17-ші жалпы орта білім беретін мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беремін. Мен кітап оқығанды жақсы көремін. Соңғы оқығаным Ник Вуйчтың «Өмірде шектеу жоқ» деген кітабы. Әр адам өміріндегі кез келген істе таңдау жасай алады. Алайда бұл дүние есігін ашпай тұрғанда маңдайына жазылған таңдау жасай алмайтын екі жағдай орын алады. Оның бірі ата-анасы болса, екіншісі тағдыр. Осы кітаптың әрі авторы, әрі кейіпкері Ник Вуйчичтің маңдайына ғажап тағдыр айтулы ата-ана жазылыпты. Өмірге аяқ қолсыз келген бейкүнә сәбидің тағдырына алаңдаған ата-ананың көңіл күйі және өз өмірі үшін күресе білген ғаламат қажыр қайрат иесінің сәулелі бақытқа ұмтылған ғұмыры шынайы бейнеленген. Ник Вуйчич табанды, еңбекқор, ақжарқын жан. Оның өмір жолынан әр адам өзіне қажет сабақ ала алады. Никтің бастан кешкендері мен жеке тәжірибесі еш бүкпесіз баяндалған бұл кітап өз өмірін өзгерткісі келетін жандарға арналған. Қазіргі кезде ерекше білімді қажет ететін балалар көп кездеседі. Сондықтан осы кітапты оқу мұғалімдерге пайдалы деген ойдамын. Сәлеметсіз бе? Менің атым Адия Мұратовна. Мен номер 17-ші жалпы орта білім беретін мектептің мұғалімімін. Мектептің кітапханасынан үнемі кітап алып оқимын. Қазіргі уақытта мен авторы Джеймс Клир «Атом әдеттер» кітабын оқып жүрмін. Бұл кітаптың негізгі идеясы кішкентай әдеттер арқылы өмірді өзгерту. Қазақ халқымыздың маңызды өмірлік қағидасы бар: жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Сондықтан сіздердің жетістіктеріңіз күнделікті әдеттеріңізге байланысты. Қайырлы күн, мен Орал қаласының номер 17-ші жалпы орта білім беретін мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі Жұмаш Динара Махатынымын. Мен оқыған бір кітап Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» деген романы. Бұл жерде романның бас кейіпкері Ұлпан есімді әйел, ақылды, батыл, дана әйел болып бейнеленеді. Ол өзінің заманына сай тек отбасына ғана емес, тұтас елдің тағдырына әсер ете алатын тұлға ретінде бейнеленеді. Ұлпан ол жастайынан зерек болып өсіп, кейін ел ағасы Есенейге тұрмысқа шығып, оның сенімді серігіне айналады. Ұлпан тек әйел ретінде ғана емес, ел басқаруға арналасқан, халықтың қамын ойлаған дана жан ретінде көрінеді. Ол әділдік орнатып, халықтың тұрмысын жақсартуға тырысады. Романда қазақ қоғамының, яғни сол кездегі салт дәстүрі, әйелдің орны, ел басқару мәселелері терең суреттеледі. Бұл жерде яғни романның негізгі ойы, Ұлпан бейнесі ол әйелдің тек қана үйінің отбасының шеберіне ғана емес, қоғамда да үлкен рөл атқара алатынын дәлелдейді. Ақыл, сабыр және батылдық болса, кез келген адам өз ортасына өзгеріс енгізе алады.